Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Әскерилерге зейнетақы төлемдерін тағайындау қағидалары бекітіледі. Әскерилерге қызметшілерге зейнетақы төлемдерін тағайындау қағидалары бекітіледі деп хабарлайды baq.kz. Әскери қызметшілерге арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне және әлеуметтік кодекс нормалары бар басқа да мамандарға зейнетақы төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі үкімет қаулысының жобасын әзірледі. Үкімет қаулы жобасының толық мәтінімен электрондық үкімет порталында ашық НК бөлімінде биылғы жылдың 31 мамырына дейін мына сілтеме бойынша танысуға болады. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңызға гүл бітсін.